Министр мырза, жаңа сізде мәжіліс отырысында қойылды ғой Жаңаөзендегі ереуілге байланысты. Сіз бірақ оны жауапсыз қалдырған секілдісіз. Қазмұнайгаз басшысымен сөйлессек, ол айтады, біз талаптарға жауап бердік, орындай алмайтынымызды айттық деп. Мұндай ереуілдер бұрын да болды, бүгін де болды. Сіз жалпы талаптармен таныссыз ба? Және оған не дейсіз? Дауды неге реттей алмай отырсыздар? Және осы сұраққа қазақша жауап беруіңізді өтінеміз. Өйткені жұмысшылардың көбі қазақ тілді, жауабыңызды нақты естігісі келеді. Мне нечего добавить, как руководитель Казмунайгаза, работа Казмунайгаза проводится. Как только это пойдет вопрос в компетенцию Минэнерго, мы вам ответим соответствующим. Кешіріңіз, сырып салты жауап беріп тұрсыз, қазақша жұмысшыларға жауап беріңізші, нақты. Сізге рахмет. Жоқ, кешіріңіз, сіздің жауабыңыз сізге жауап бердім. Жоқ, жауап берген жоқсыз. Жұмысшыларға нақты жауап беріңізші. Неге олай игнор жасайсыз, кешірім өтінемін. Мен сізден дұрыстап түсінбедім. Жоқ, енді сіз жауап бермейсіз ба нақты? Сіз ерегескендей болып кетемін, нақты айтыңызшы, қазақша жаңа сөзіңізді қайтарып жауап беріңізші. Сіз талаптармен таныссыз ба, және не дейсіз? Мен сізге жауап бердім.